Асқабақтың адам ағзасына қандай пайдасы бар? Асқабақты үнемі жейтін болсаңыз, ол денені тазартады және су, тұз теңгерімін теңестіреді, метаболизмді тұрақтандырады және жасушалардың жаңару процестерін бастайды, гемоглобинді жоғарылатады және витамин жетіспеушілігінің белгілерін жеңілдетеді, қан тамырлары мен жүрек жүйелеріне, ми жұмысына пайдалы әсер етеді. Сондай-ақ, көкөністің ерлер мен әйелдер денесіне ерекше әсерін қарастыра кетейік. Асқабақтың ер адамдарға тигізетін пайдасы. Біздің арнаны көптеген адамдар тіркелусіз қарайды екен. Қазақша арнаның дамуына үлес қосыңыздар. Арнаға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы әрекеттеріңіз бізге үлкен қуаныш және шабыт сыйлайды. Видеоны соңына дейін көріңіз. Асқабақтың ерлер мен әйелдердің ағзасына қандай пайдасы бары екені жайлы айтатын боламыз. Асқабақтың ер адамдарға тигізетін пайдасы. Асқабақтың құрамындағы қоректік заттар ерлердің репродуктивті функцияларына оң әсер етеді. Асқабақ либидоның төмендеуіне жол бермейді. Ерлердің генетикалық материалдарының сапасын жақсартады және сау баланың тұжырымдамасына көмектеседі. Оның пайдасы көкөністің гормоналды жүйеге әсер ететіндігінде және тестостеронның түзілуіне ықпал етеді. Бұл ерлердің күші мен күшін арттырады. Көкөністің жүрек пен қан тамырларына пайдалы әсері еркектерді қауіпті аурулардың, инсульт пен инфаркттың дамуынан сақтайды. Сіз простатит пен несеп жыныс жүйесінің ісіктерінің алдын алу үшін өнімді профилактика ретінде қабылдауға болады. Асқабақ әйелдің денесіне пайдалы. Асқабақтың әйелдер үшін пайдалы қасиеттері мен қарсы көрсетілімдері өте алуан түрлі. Тұрақты диетада бұл көкөніс әйелдер денсаулығына құнды әсер етуі мүмкін. Асқабақты жеген кезде ағза токсиндерден, зиянды тұздардан және ауыр металдардан белсенді түрде арылтады. Асқабақтың көмегімен сіз ісінуге қарсы тұра аласыз. Сонымен қатар көкөніс гинекологиялық қабынудың алдын алу ретінде өте пайдалы болып келеді. Асқабақтың әйел ағзасына тигізетін пайдасы. Көкөністің сыртқы сұлулыққа пайдалы әсері. Апельсин целлюлозасындағы дәрумендер терінің жағдайын жақсартады, тырнақтарды сынғыштықтан қорғайды және шашты нығайтуға көмектеседі. Жүктілік кезінде асқабақ шырынын ішуге бола. Баланы көтеру кезеңінде асқабақ 2 есе пайда әкеледі. Ең алдымен, бұл болашақ ананың денесін құнды заттармен байытады. Магниймен, кальциймен, темір және фолаттармен, дәрумендермен және органикалық қышқылдармен қанықтырады. Бұл ұрықтың сау қалыптасуын ғана емес, әйелдің әл ауқатын да қамтамасыз етеді. Жүктілік кезінде витамин жетіспеушілігі жиі дамиды, ал сарғыш көкөніс оның пайда болуына жол бермейді. Асқабақ ісінуді жеңілдетеді және іш қатудың алдын алады. Өнімнің тағы бір құнды қасиеті токсикозға тиімді көмек болады. Асқабақтың қарт адамдар үшін пайдасы. Егде жастағы адамдардың денесі өте сезімтал және диетаға мұқият қарауды қажет етеді. Қартайған кезде ас қорыту трактісі жиі нашарлай бастайды. Бұл іш қатуды тудырады, бірақ сау асқабақ ішектің жұмысын қалыпқа келтіреді. Асқабақ бүйрек және бауыр ауруларын жеңуге көмектеседі және ауыр бұзылулардың алдын алады. Бүйрек қызметі бұзылған жағдайда күн сайын
500 грамм үгітілген жаңа асқабақты жеу немесе 100 мл қолмен сығылған шырын ішу ұсынылады. Сіз емдеуді 3 ай бойы жалғастыруыңыз керек. Содан кейін асқабақ ісінуден арылуға және бүйректегі ұсақ тастарды кетіруге көмектесетін болады. Бауыр аурулары үшін тағы бір рецепт пайдалы. 1 килограмм көлеміндегі асқабақ целлюлозасын үккіштен өткізіп, 500 грамм қара өрікпен араластырыңыз. 2 үлкен қасық шырғанақ қабығынан қосып, ингредиентті 150 мл итмұрын сиропымен және 1,5 литр таза сумен құйыңыз. Қоспа қақпақ астында жарты сағаттай буға пісіріліп, содан кейін сүзгіден өткізіледі. Сізге 1 апта ұйықтар алдында стаканға дәрі ішу керек. Рецепт күшті тазартқыш қасиеттерге ие, сондықтан бауырға үлкен пайда алып келеді. Бауырды гепатит пен цирроздан қорғау үшін, сондай-ақ токсиндерді тез кетіру үшін сіз 1 апта ішінде 500 грамм жаңа піскен көкөністі жеуіңізге болады. Асқабақ көкөніс пе әлде жидек пе? Өте қызық. Асқабақ көкөніс қатарына жатпайды екен, өйткені қауын, қарбыз және асқабақ жидек саналады екен. Ал жидектің тағамдық құнары мол екені баршамызға белгілі. Сонымен асқабақ туралы тағы да не білеміз? Таңдағанда салмағы 3-5 келіге жететін асқабақты алған жөн. Мұндай салмақ асқабақ үшін қалыпты саналады. Сонымен қатар қабығы жұқа, ал ұлпасы қалың болады. Оның үстіне ұлпаның пайдасы өте зор, әрі дәні де құнарлы болып келеді. Асқабақты жиі пайдалану ішек құрттардан құтылуға көмектеседі. Ер адамдардың денсаулығы үшін дәні де өте пайдалы болып келеді. Простатит секілді ауруларды емдеу үшін де қолданылады екен. Дәрумендер мен микроэлементтер. Асқабақ дәнінің тағы қандай пайдасы бар? Асқабақ ұлпасында пайдалы дәрумендер мен микроэлементтердің көп мөлшері кездеседі. Мысалы, Е және В секілді дәрумендерін кез келген жеміс жидектерден таба аласыз, ал К және Т дәрумендерін кездестіру қиындау болып келеді. К дәрумендер тобы қанның қоюланып қалмауын реттейді. Әлем диетологтары артық салмақпен күресетін адамдарға асқабақ жеуді ұсынады. Арықтау үшін бұл жидек таптырмайтын құрал болып табылады. Достар, видео пайдалы болған болса, арнамызға жазылып және достарыңыз бен жақындарыңызға жіберулеріңізге болады. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, ешқашан ауырмаңыздар, сау болыңыз.